Не істедім мен? Не істедің? Улап жүрсің ғой маңайың. Былай қарасаң, вроде нормальный адам сияқты. Сенің атың Рыскүл болады. Менің атым әрқашанда Рүстем болып қалады. Тупой емессің ғой. Әрине. Онда табасын, таппасаң атың Рыскүл болады. Рүстем, саған жаз мынаны. Дөңгелектер, неме дөңгелек? Дөңгелектерді ұмытып қаптым. Атты жазам. Жоқ, дөңгелекті жазсын. Не дөңгелек? Бұл ана Жақсы. Жоқ, оны жазбайсың сен. Дөңгелек естеріңізде ме? Тұр былай қарай. Мынау немене? Жақсы, білемін, қолымнан келеді. Екіншісі? Сұраныс. Үшіншісі бәсекелес. Бар. Пайда. Пайдасы бар. Жылдан бастай алам. Езіп мүзіп емес. Бір айдың ішінде бастап кете алам. Бір айдың ішінде бастайым, екінші айда осы құралдар арқылы табыс таба бастайым. Осы болатын болса, мұнда махаббат болады, ақша болады. Мынау махаббат. Енді аттың аяғын білесіңдер де. Біріншісі экспертность, пайдасы, сұраныс. Причем, жоқ, ол басқа. Басқа. Екеуі де сала таңдау. Экспертность, пайда, сұраныс, масштаб жылдан бастайды. Жылдан бастай алады. Жақсы білемін. Немене, естерінде таблицамен толтырғанбыз. Таблицамен. Сол таблицамен толтыру керек. Сонан кейін чек-листке салу керек. Басқа ештеңе жоқ. Ал Рүстем, сен не істеп жатырсың? Өткен жол сен де келдің талқылауға. Онбасылардың ішін талқылауға келдің. Менің 45 минут уақытымды алдың. Әрбір сағатым, әрбір минутым ақша тұрады. Сен уақытымды алдың. Тапсырмалар бердім. Осы уақытқа қанша табыс таптың? Сіздің тапсырмаңызды орындадым. Табыс қанша болды? Табыс 0. Табыс 0 ме? Табыс 0. Табыс 0 деген сөз, сен өзің 0-сің деген сөз. Адам ретінде сен 0-сің. Өйткені сенің құның, сенің тапқан табысың. Келсесің бе? Келсем. Менің құным қазірді, мысалы, мен витринге келеді, мысалы, самғауға келеді. Менің әр сағатым, бір күнім, мен қазір ойлаймын, бір күніме миллион теңге төлесе, мен барам ба, бармайын ба ойланам. Қазір маған шақырады, 1 миллион теңге бір күніңге төлейміз, мен арғары ойланам. Менің құным 1 миллион теңге, сенің құның 0. Егер сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, сіздің бизнеске деген қызығушылығыңыз бар деген сөз. Осы каналға тіркеліп, ана қоңыраушаны басып қойсаңыз, біз салған жаңа материалдарды үнемі жібере алмай көріп отыратын мүмкіншілігіңіз болады. Неге нәтиже жоқ? Неге деп ойлайсыз? Нәтиже бар. Біріншіден өткен жолы жоқ, бизнес жасауға келдің ғой біз. Өлең айтуға келген жоқпыз, күресуге келген жоқпыз, төбелесуге келген жоқпыз, ақша табуға келдік. Неге нәтиже жоқ? Неге ана қарындаста бар? Табысы барлар қой көтеріңіз, жоғырақ көтеріңіз, табысы барлар. Табыс тауып жатқандар. Мыналар міне кішкене қадам баса бастағандар. Табыс таба бастады. Неге мына адамдарда бар, сенде жоқ? Менде сол жаңағы сіздің айтқаныңызды бірге бір орындамағаннан ғой. Менде бастапқы проблема жаңағы сала таңдау болған. Мен қазір жаңағындай Қытай тауарларын. Рүстем, білесің бе сендегі проблема не? Сатып. Адамда екі түрлі қасиет болады. Табандылық деген. Табандылық деген нәрсе ол бір нәрсеге көз жетіп тұрса, ең бастысы адам баласының адамгершілігі басқа адамдарға есепсіз жақсылық жасаудан. Біреуге жақсылық жасау деген, біреудің көңілін көтеру, біреуге көмектесіп жіберу, жақсылық жасау деген адам деген сөз. Ал адамға жақсылық жасамау, арам ниетті, біреуге ерегесу, жамандық жасау деген ол адам емес. Адамның адамгершілігі айтады, адамгершілігі мол деген сөз бар ғой. Айтамыз ғой, біреу туралы айтқан кезде, ана жігіттің, ана кісінің адамгершілігі мол. Яғни ол адамдарға жақсылық жасайды, жақсылық тілейді, жақсылық істейді деген сөз да. Енді Исаға да сендердің бәріңе тек қана табандылық керек. Екіншісі қырсықтық. Енді орысшадан аударғанда кішкене мағынасы өзгереді. Упорство деген бар. Упрямство деген бар. Упрямство деген бік сияқты, алған бетіне қайтпай қойды да. Сенің басында үлкен проблема, менің ойымша, үлкен қырсықтық. Да, бірдеңені докажу, бірдеңені дәлелдеймін. Сенің дәлелің ешкімге қажет емес. Сен өмір бойы бірдеңе дәлелдеп өтесің, бірақ ешкімге ештеңе дәлелдей алмайсың сенің неменен. Осы жерден көк тиын таппай кетсең, ешкімнің ештеңе қылық жасамайды. Гүлім жаның да, менің де, ешкімнің де. Ол сенің өмірің, сенің тағдырың. Ары қарай не істейсің енді? Не істедім мен? Не істедің? Біріншіден осы жерге келіп, жаңағы сізге рахмет сыйлап, жаңағыдай өзім өте жоғары баға берем сіздерге, бағалаймын. Өткен жыл ауырып қапшы. Оның қажетін сен тұра тұр. Сенің басындағы проблеманы оң басылар біледі. Өткен жолғы
онбасылар, біздің кураторлар отырды, есіңде ме? Сенің басындағы проблема мынау деген кезде бүкіл зал, онбасылар қолын көтерді, иә деді, сен айттың, келіспеймін деп. 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ дейді қазақ. Сенің көріп отыр, сенің бойыңдағы талант бар, ақыл ойың бар. Сен жасаған кәсібің есімде, үй салдың, машина саттың, үй салдың, сенде талант бар. Бойдағы қасиет бар, бірақ соны сен неменеге айналдырып жүрген жоқсың. Мен сіздерге өткен жол айтсам, естеріңізде ме? Мен Италияға барған кезде Қазақстан мен Италияның арасындағы өмір сүру парқы. Аналар жұмақты өмір сүріп жатыр, біз тозақты өмір сүріп жатырмыз. Тиын санап, жаман тамақ ішіп, өміріміз бәрі қысқа. Проблема арасында біреу ақ. Біз жұмыс істегенде фабрикада көрдім, біз біріміздің қанымызды ішеміз, бүкіл энергиямызды қырқысуға жұмсаймыз, олар бүкіл энергиясын кәсіп дамытуға жұмсайды. Соңын біз уақыт жоспарламаймыз, тәртіп жоқ. Осы екі нәрсе екен. Осы екі нәрсені алып тастағаннан кейін менің фабрикам гүр етіп өсе бастады. Адамдардың санасын өзгерте бастағаннан кейін. Рүстем, енді сенің проблемаң неде? Неге осы уақытқа дейін табыс таппай жүрсең? Осы уақытқа дейін сен керемет адамдардан білімім артық, сол арқылы қоғамға пайда келтірем, болмаса қоғамның бір проблемасын шешіп берем деп айта алсаң, сен кәсіпкерсің. Үйтіп айта алмасаң, сен кәсіпкер емессің. Сен қазір үйтіп айта алмайсың. Бір айдың ішінде ешқандай табыс тапқан жоқсың. Проблемаң неде? Проблемам сол сіз айтқан жаңағы өз бойымдағы қырсық мінез деген, соны түсіндім. Егер сен менің бойымдағы проблема басқа деп ойласаң, сенің өмірдегі ең үлкен проблемаң осы ойда. Сондықтан сенің проблемаң осы ой. Қазір сіздерге Рүстемнің мысалымен бір керемет бір нәрсе көрсетем. Мен өз өмірімде қолданып жүрген 90 сөздің тобықтай түйіні Шаталовтың немесе естеріңізде ме 45 минуттағы теориямен 1 минутта дәлелдеп берген. Қазір сіздерге керемет технология көрсетем. Маған сенесіздер ме? Істейсіздер ме? Қарама-қарсы мағына беретін сөздер бар. Мысалы, мен өз басымнан да қазір мен шынайы сіздердің алдарыңызда, мен шек қарынды ақтарып, мен шынайы айтайын. Сіздерде енді өз араларыңыздың алдында өз өмірің жақсы көретін болсаң, жақын адамдарын, туған туысқаныңды, анаңды, балаңды жақсы көретін болсаң, осы тағдырды қолға алу керек, адам өз мінезін. Сонымен бүгін бітіреміз. Бойыңдағы, Рүстем, жаман қасиеттер, құтылғың келетін қасиеттер. Сен өзің құтылғың келетін қасиет мінездерің. Сен өзің шынайы жалғыз қалған кезде, ешкім жоқ кезде, айнаның алдында отырасың ба? Менің атым Қожадағы сияқты. Жалғыз өзің қалған кезде өзіңе өзің арғының алдында бүйтіп айтасың. Осы мені дамытпай жүрген, мен алдыға жеткізіп жүреме жүрген қандай қасиеттерім бар деп. Мінез қасиеттерің, құтылғың келетін. Айтшы бір үшеуін, не бесеуін. Қырсық мінез. Қырсық мінез. Осы мінезіңнің кесірін көріп жүрген шығарсың. Көріп, осы түсініп жатырмын енді. Енді көрсең сен ғана емес, оны сенің әйелің, ата-анаң да көріп жүрген шығар. Улап жүрсің ғой маңайыңды. Бәрі көріп жүр. Екінші қандай мінез? Еріншек. Еріншек. Үшінші? Ерте тұра алмаймын. Көп ұйықтау да? Көп ұйықтау. Тағы қандай? Жаңағы пландамаймын істерді. Жазып, жоспарлау жоқ. Бос, жоспарсыз жүріс. Енді мынаның бәрі қай жерде деп ойлайсыңдар? Мысалы, саусақ десең, айтасың, мен мына саусағым бар, сынған, қараңдаршы бүйтіп. Бұл көрсетуге болады да, факт. Сынған қайқайып қалады. Осы сияқты мен көз, мұрын, болмаса мен қазір турникке тартылатын болсам, 7 рет, 6 рет тартыла, менің күшімде көрініп тұр. Қолмен ұстауға, көзбен көруге болады. Мына нәрсені көзбен көріп, қолмен ұстай алмайсыңдар да? Қырсық мінез. Былай қарасаң, біреуден нормальный адам сияқты. Еріншек екені біреудің анша көрініп білініп тұрмайды да? Көп ұйықтаған, бұл көрініп тұрады, жақсы жарайды да? Жоспарсыз уақытта жүру, ешкім қарап айта алмайсың. Мынау жоспарсыз жүр, мынау жоспармен жүр деп айта алмайсыңдар. Бұның бәрі мида тұр. Бұл мидың әдеттенген бір нәрсесі. Бала кішкентай кезінде 4 аяқтап жүреді, 4 аяқтап жүреді. Ақырын аяғынан тұрып алса, бір құлайды, екі құлайды. Соңғы миында қалыптасады, қалай тұрып, қалай жүру керек екенін. Қасықты аузына апарып білмейді. Қасықты аузына апарып тастағаннан кейін, енді сен қазір тамақ ішкен кезде кішкентай бала сияқты мынаны алайын, аузыма апарайын деп бүйтіп мұрныңа жағып, иегіңе жақпайсың, аузыңа дәл апарасың. Ойланбай апарасың, солай ма? Өйткені ол біздің миымызға автомат түрде кіріп кетті. Соңын біз 98-99% нәрсені автомат түрде жасаймыз. Мынаны автомат түрде жасайды, ойланып жасамайды. Адамы миымен Рүстем ойланып жасамайды, мен қазір қырсығайын демейді. Кез келген нәрсеге теріс істеу, теріс айту, теріс пиғыл білдіру әбден автомат түрде миына сіңген.
бір нәрсені істейін дегенде оны істемей еріншектік автомат түрде миына сіңген. Көп ұйықтау, мен шіркін ертең 12 сағат ұйықтайыншы деп жоспарлап ұйықтамайды. Автомат түрде істейді оны. Келісесіздер ме? Білен, ертең ештеңені жоспарламаймын мен. Қалай болса солай жүре беремін деп ойланып істемейді оны. Оны автомат түрде істейді. Келісесіздер ме? Енді мына істерден құтылу деген ол бұның басында бар ғой. Үлкен мына кранның тросы сияқты трос болып қалған мынаның бәрі. Оны үзіп шығу мүмкін емес. Мынаның өзінің өміріне қастандық жасап атқаны, өзінің жақын адамдарына жаманшылық жасап атқаны, болашағының бұлыңғыр екенін, мына кеселдердің есебінен болашағы тұман жаман болатынын біліп тұрса да, бұдан құтыла алмайды адам баласы. Оңай емес. Құтылудың ең қарапайым, ең дәл жолын мен ғылыми түрде, ешқандай философия, діни конфессиялардың айтатын нәрсесі емес, мен ғылым түрде. Өйткені ғылымның көмегімен бізді бүкіл Қазақстан көріп отыр. Ғылымның көмегімен аспанда отырып алып, чай ішіп отырамыз 10 000 метрде. Еще телефон дұрыс істемей қалса, ашуланамыз, ана аспанда отырып, көз алдың елесеш, 10 000 метрде чай ішіп отырсың. 10 000 метрде. Осыдан 100 жыл бұрын, бабаларымыз 1000 жыл бұрын ол қиялға кіретін нәрсе. Осының бәрі ғылым. Бір адамның жүрегін жұлып алып, екінші адамға салып беріп жатырмыз. Ғылым. Мынау да ғылым. Мысалы, нешедесің жасың? 38. 38-де. Егер мына кеселмен сен өмір бойы өтуіңе болады, не болмаса, менің айтқанымды істесең, бір айдан кейін сен пост жазасың. Ахметбек аға, осы ғылымның арқасында бәрінен құтылдым, ата-анам да мәз, жұбайым да мәз, өз өмірім өзгере бастады деп жазасың. Маған сеніңіздер де жүздеген мыңдаған адамдар жазады. Ұйқыдан құтыла алмай жүр едім, темекіден құтыла алмай жүр едім, ашуланатын мінезден құтыла алмай жүр едім, бәрінен құтылдым деп. Менің таңғы сабағымды көп көрген адамдар. Қазір бүйтесің. Таңертең тұрбағаннан кейін Рүстем, фамилияң кім? Бұхарбек Рүстем. Мен Бұхарбек Рүстем, көркем мінезді. Соң кейін жақшаға бүйтіп айтасың, көркем мінезді адамды кім айтамыз? Қырсық адамға керісінше адамдарда айтасың. Адамдардың ақылын тыңдайтын, жақсылық ойлайтын, жақсы істерді істейтін. Оң кейін еңбекқор деп айтасың. Мен еңбекқор, ойға алған істерімді бітірмей тыңбайтын, жұмыстан ләззат алатын, көп ұйықтайтын деген орнына күніне 7 сағаттан артық ұйықтамайтын, 11-де жатып 5-те тұратын, уақытымды тиімді пайдаланатын. Оңен жақшаны ішінде айтасың, кешке жақын өткен күніме есеп беріп, ертеңгі күнімді сағаттап жоспарлайтын адаммын. Оңен аяқтан айтасың, осы қасиеттерінің арқасында мен ата-анама, балама, қоғамға жақсылық сыйлайтын құрметке ие адаммын. Осыны бір рет таңертең, түсте, кешке, уақытың келген кезде телефонға жазып алып, дауыспен жазып алып тыңдайсың, айтасың, тыңдайсың, айтасың. Сол кезде сенің миыңда мынандай немене пайда болады. Милин оболочка дейді. Ана импульспен ойланады, импульс мына импульсте жүреді да, 100 рет, 1000 рет айтқаннан кейін сен қырсыға бастаған кезде мына ойың саған бірден келеді. Әппақ, жапалақтап деген сияқты мына ойың келеді, айтады. Жоқ, мен сен мейірбан адамсың. Жоқ, сен мейірбан адамсың. Мен күні таңертең тұрғанда бүйтіп айтам. Мен Ахметбек Нұрсила, мейірбан, айтам, адамдардың бәріне жақсылық ойлайтын. Мен негізгі мінезім қатыгез. Байқайсыңдар ғой, қатал адаммын да. Жұрттың бәріне жақсылық ойлайтын, адамдарға мейірімі мол. Соң екінші менің мінезім ашуланшақ, тез ашуланам. Осының кеселінен менің жақындарым, балаларым, әйелім, басқа достарымнан зардап шегем, мен көбінесе сол үшін жек көреді. Сарт етіп аяғастан екі сөзге келмей ашуланып қалам. Енді айтам, мен Ахметбек сабырлы. Соң кейін өзім ары қарай айтам, сабырлы адам деген кім? Бірден ашуланбайтын, сөз көтере алатын, сабырмен шешім қабылдайтын. Соң кейін табанды, күніне жоспарлаған ісінің бәрін істеп бітірмей тынбайтын, мен осындай адаммын деп. Ана шегенің үстінде тұрған кезде, желің шыға бастаған кезде мен айтам, мен табанды адаммын. Бірден желім шығып кетпейді. Осыны 10 рет, 20 рет, 100 рет айтқаннан кейін сенде трансформация, өзгеріс болады миыңда. Осыны сіздерге бәрілерің бағана уәде бердіңдер істеймін деп, әрқайсыларың қандай жаман қасиеттен сенің алға жетуіңе, жетістікке жетуіңе кедергі болып жүрген жаман қасиеттерін құтылуларың келеді. Антонимін жазасыңдар да, жаңағы сөзді жазып, телефонға диктовать етіп қойып, қандай бір өзің саналы түрде бірден кеткен кезде, айгын ойлана қойсаң, 10 рет, 20 рет, 50 рет айтқаннан кейін
мына қасиеттерден құтылып, мынау қараңғылықты балталап, пышақтап шығара алмайсың. Орнына жарық кіргізу керек. Мынау бәрі жарық. Мына жарықты әкеліп кіргізесің, қараңғылықтың орнына. Мынау жоқ. Сол кезде сен басқа адам бола бастайсың. Адам кім дегенде, адамның миы қалай ойлайды, адам солай. Осыны жасап көріңіздер, өтініш. Сонан кейін пост қып жазыңыздар. Көптеген адамдар естіп, көптеген адамдар сіздерден үлгі алатын болады. Мен айтқаныма сенесіздер ме? Ақылға қонымды ма? Бұл ешқандай философия емес, бұл нейробиология. Кез келген, мен өткен жолда айттым, сүт өндірісінің технологы болады, бірақ микробиолог болады. Егер технолог микробиологияны меңгерсе, ол керемет технолог болады. Өйткені ана дрожжы, микроорганизм, ішіндегі лактоза қандай оның жұмыс жасап жатқанын білетті, кез келген уақытта дұрыс айран, дұрыс қымыз жасай алады. Психолог нейробиологияны білсе, мидың қалай жұмыс істейтінін білсе, кез келген адамға көмектесе алады. Ол депрессияда жүр ме, жалқау ма, қызғаншақ па, тағы бірдеңке ма, өйткені ол мидың жұмыс істейтінін білет. Мынаның бәрі мида тұр. Мынау із болып қалыптасқаннан кейін бұл проблема шешіледі. Келістік пе? Рүстем, істейсің бе? Істеймін. Декларация қабылда. Мен Бұхарбек Рүстем Бақтылы. Еріншектік, бастап қырсықтық, еріншектік, ұйқышылдық, уақытты бос өткізетін жаман кеселдерден құтылып, Ахметбек ағаның айтқан тәсібін қолданып, осы курстың аяғына дейін қанша табыс табасың? Бір ай қалды. Осы курстың аяғына дейін кем дегенде 5000 теңге табам. Бірақ бітіріп шыққан деген курсты келес болашақтағы айларда кем дегенде 250 000 теңгеден жоғары тауып тұрамын. Курстың аяғына дейін 100 000 теңге табасың. Курстың аяғына дейін 100 000 теңге табамын. Егер 100 000 теңге таппасаң, сенің атың Рыскүл деп саған фотошоппен басыңа орамал, құлағыңа сырға салып, мен жіберем. Егер 100 000 теңге таппасам, ана өзімнің үйімнен Абай көшесінен Алмарасан тауына жаяу шығам. Сенің атың Рыскүл болады. Менің атым әрқашанда Рүстем болып қалады. 100 000 теңге таппасаң, сенің атыңды Рыскүл деп қоям да, шалбар киіп жүрсің, ана қыз бала 1,5 миллион теңге тауып жатса, 0-ден миллион, ана жаңа 2-3 күн ішінде 200 000 теңге тапса, сен өзіңді құрметтесең, өзіңді адам деп санасаң, өзің елдің қоры, мен елдің басыма ештеңе кірмейтін тупой емес болатын болсаң, 100 000 теңге таба аласың. Тупой емессің ғой? Әрине. Онда табасың, таппасаң атың Рыскүл болады. Сөзіңнің құны көк тиын деген сөз. Келістік пе? Жақсы, рахмет сізге, үлкен рахмет. Міне, қол соғамыз ба?